Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге венский вафли рецептісін бөліскім келеді. Осы вафлидің құпия рецептісін қабыл алыңыздар және де каналыма тіркеле қойыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып, оған қант қосып араластырамыз. Кейін оған ерітілген сары май қосамыз. Ары қарай бөлме температурасындағы сүтті қосып, венчикпен араластырамыз. Он мен қопсытқышты 2 бөліп қосамыз. Араластыру барысында ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Біздің қамыр дайын болды. Алдын ала қызып тұрған вафлицамызға қамырды 1 ас қасықтан құйып шығамыз. Бетін жауып шамамен 5-7 минут пісіреміз. Әрине, әр вафлицаның уақыты әртүрлі болып келеді. Ең бастысы қызарып, әдемі болып піскені болғаны. Дәл осы рецептпен 8 дана вафли шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің балаларыма ұнады. Сіздермен болған Алтынай. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдырыңыз.